Сәлем, балалар. Қазақ тілін сабағын бастауға рұқсат етіңіз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ә дауысты дыбысы. 66-67 бет. Бүгінгі оқу мақсаты: әріп пен дыбысты ажырата білу, төл дыбыстарды дұрыс айту. Надо уметь различать звуки по буквам и правильно произносить казахские буквы. Бүгінгі оқу мақсатымызда әріп пен дыбысты ажырата білеміз, дыбыстарды дұрыс айтуға тырысамыз. Сергіту сәті. Сабақты сергімей қалай бастаймыз? Өлеңді менен кейін қайталаңыз. Орнымыздан тұрайық, алақанды соғайық, оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, бір отырып, бір тұрып, орнымызды табайық. Жақсы. Және бір қайталайық. Орнымыздан тұрайық, алақанды соғайық, оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, бір отырып, бір тұрып, орнымызды табайық. Рахмет. Тамаша. Ал енді бүгінгі сабағымызда ә дыбысы баспа түрі. Печатные. Ә дыбысының баспа түрі. Әрпінің жазба түрі. Пропись. Көңіл аудар. Енді сіз обучение грамоте сабағында өз пән мұғаліміңізден А әрпінің, У әрпінің, И, О, И әріптерін оқып жазаласыз. Ал бүгін біз сіздермен ә дыбысын оқып жазып үйренеміз. Қазақ тіліндегі ә дыбысы алғашқы төл дыбысының бірі. Дауысты жіңішке. Гласный мягкий звук. Дыбысына қатысты әже, бабушка, әке, отец. Осы сөздерді оқып танысамыз. Оқу мақсатында дыбыс, яғни дыбыс, звук, дыбысты естимін, айтамын, говорю. Әріп, буква, әріпті көремін, жазамын, пишу. Бүгін біз сабақта әріп пен дыбысты айырамыз. Дыбыс, звук естимін, айтамын, әріп көремін, жазамын. Көңіл аударып отыр. Енді бүгін жаңа сөздерді тыңда және қайтала. Әже, әже, әке, әке, әтеш, әтеш, әлім. Әлім – имя мальчика. Әлім. Және бір қайталайық. Әже, әке, әтеш, әлім. Тамаша. Енді балалар, өзің айтып көр. Өзің айтып көр. Жақсы. Әже. Тамаша. Әке. Әтеш. Тамаша. Әлім. Әлім. Рахмет. Енді келесі тапсырма.
дәптермен жұмыс жасап үйренейік. Біз жазуды білеміз, жазып үйреніп жүрміз. Енді ә әрпін жазып көрейік. Ә әрпі сызықтан, қызыл нүктеден, қызыл ноқаттан бастап, келесі қызыл ноқатқа дейін дөңгеленіп жазылады. Солдан оңға қарай жылжытамыз қолымызды. Бұл бас әрпі, ә әрпінің. Ә әрпінің кіші әрпі сызықтың ішінен шықпай жазылады. Қолыңды жүргізіп үйрен. Қызыл нүктеден сызықтан шықпай қызыл нүктеге апарасын. Ә әрпінің жазылуын есіңе сақта. Келесі тапсырма. Жазып көр. Научиться писать. Бағанағы буындарды тағы бір қайталап, дәптерге, тор дәптеріңе жазып үйрен. Әу, үә, ия, ау, уа, ия, оу, оа, ие. Дәптеріңді ашып, асықпай жазып көр. Арғарата сабағымызды жалғастырамыз. Диалог құрып көрейік. 67-ші беттегі кім, кто, не, что, неше, сколько, қандай, какой деген сұрақтарға қатыстырып әңгіме құраймыз. Диалогты тыңда, қайтала. Слушай, повторяй. Сенің атың кім? Менің атым Әсет. Сен неше жастасың? Мен 6 жастамын. Мынау кім? Мынау әже. Мынау не? Бұл әтеш. Әтеш қандай? Әтеш қызыл, сары, қара түсті. Тыңдап болсаң, енді аударып көрейік. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Менің атым Әсет. Меня зовут Асет. Сен неше жастасың? Сколько тебе лет? Мен 6 жастамын. Мне 6 лет. Мынау кім? Кто это? Мынау әже. Это бабушка. Мынау не? Что это? Бұл әтеш. Это петух. Әтеш қандай? Какой петух? Әтеш қызыл, сары, қара түсті. Петух красного, желтого, черного цвета. Тыңдадық, аудардық, енді бірге оқып қайталайық. Сенің атың кім? Менің атым Әсет.